Екі періштенің әңгімесінен. Үлкені қол астындағы періштеге айт, бір ауыз сөзбен жеткіз бәрін. Аман есен жұмысқа барып жүр. Әлденеден үміті бар. Неден? Айту қиын. Екі рет оған керемет түс көрсеттім, бірақ байқамайды. Жұмыстан шаршайтынын айтады. Ал жұмысында не жағдай? Әдеттегідей басшылық қарбалас қаңқу сөз. Басшылық қатал ма? Айтарлықтай ештеңесі жоқ. Өзге басшылар сияқты. Неге екені ол өлердей қорқады. Қорқынышын сейілтіп көрдің бе? Әрине, кеңсеге бара жолда байқап көрдім. Тіпті аспандағы бұлтты сейілтіп, күннің көзін көруіне бар жағдай жасап бақтым. Әтірінің иісі алыстан елтіп әкетер бейтаныс сұлумен таныстырып көрмедің бе? Олай реніште көрмеңіз. Метрода тіпті бетпе-бет келтірдім де. Қалай? Өзгеріссіз. Кешіріңіз деді де өз ойының шетегінде кетті. Ал жұмыстан кейін немен айналысады? Дүкен, теледидар, ыдыс-шу, интернет, ұйқы. Теледидарын бұзып көрмедің бе? Көрдім. Жаңасын сатып алды. Интернетті өшіріп ше. 5 күн қатарынан өшірдім. Ол жұмыста қалуды шығарды. Түннің бір уағына дейін. Ал демалыс күндерін қалай өткізеді? Түске дейін ұйқы, пәтерін жинау, кешке достары, мағынасыз әңгіме, арақ шарап. Түн ортасында үйіне келеді. Тағы да теледидар немесе интернет. Ал ол қайда? Болашақ екінші жартысы. Көз алдында. Араларында 3 үй. Тіпті азық түлікке де бір дүкенге барады. Кезекте тұрғанда кездестіріп көрмедің бе? Әрине, автобус аялдамасында да, мерекелерде де талай кездестірдім. Екеуінің тағдыр жолдарын тексердің бе? Бәрі де сәйкесі бақ тұр. Бірақ бұл қала, мұндағы өмір салты, мен шаршадым. Бұл орындалмас тапсырма. Ендеше ең әсерлі құралдарың қайда? Міне басеке. Жоғары температура, тұмау, сынық, жарақат, көлік апаты, дағдарыс, өрт, қаржылық қиындық. Жетеді. Махаббат жолында мұндай соңғы амалға баруға рұқсат. Тек бұлардың біреуін ғана қолдан. Орында құп болады. Біреу ертегідер, біреу өтіріктер. Бірақ бізге Алла зор мүмкіндіктер бергені ол ақиқат. Тек қана әрекетіңді жаса. Бәлкім қолда барының қадірін білмей жүрген боларсың. Мүмкін бақытыңа бір қадам қалған болар.